армысыздар. Бала тәрбиесінде тәрбиелікке жетудің жолы еңбекке, инабаттылыққа, қайырымдылыққа, адамшылыққа үйрету. Осылардың барлығын балалардың бойына сіңіріп, күнделікті өмірде әдетке айналдыру тәрбиенің басты мақсаты болмақ. Жақсыдан жаман туады, бір аяқ асқа алғысыз. Жаманнан жақсы туады, адам айтса нанғысыз, дейді дана халқымыз. Отбасыдағы ата-ананың мінез құлқы, баланың көз алдындағы үлгі өнеге алатын, оған қарап өсетін нысаны. Нашақорлық, темекіге, ішімдікке үйіріліп, бұзықтық жасауға мүмкіндік туғызады. Еңбек етуге, қоғамға, денсаулыққа, отбасына зиянын тигізеді. Балалар еліміздің болашағы. Оларды оқыту, тәрбиелеу, оқыту, білім беру, болашаққа қадам бастырып, осы өмірде өз орнын таптыру әр ата-ананың міндеті. Ананың бесік жырынан басталатын қарым-қатынас, іс-әрекет, әдет-ғұрып, салт-дәстүр, осылардың бәрі адамның дүниетанымын, сана-сезімін, мінез-құлқын қалыптастыратын тәлімдік. Халық даналығы. Адамнан адам тәлім алады, ағаштан ағаш мәуе алады деген сөзді бекер айтылмаған. Салауатты өмір сүрудің бір негізгі күрделі мәселесі. Жаман қылықтан, зорлық-зомбылықтан аулақ болу. Бала өзіне керекті рухани дүниенің бәрін қоршаған ортадан алады. Сондықтан да жаман қылықтан аулақ болайық. Сонымен қатар әр баланың 10 кеңесті білгені жөн. Бірінші, әрдайым дастархан басында ата-анаңмен бірге отыру. Екінші, отбасы мүшелерінің арасында пікір алмасу. Үшінші, отбасында назарды жақсы жаққа аудару. Төртінші, қажет болған кезде қастарынан табылу. Бесінші, ата-анаңмен үнемі жақсы қарым-қатынаста болу. Алтыншы, отбасы мүшелерінің арасында мақтаулы қошемет қажет. Жетінші, отбасы мүшелеріне тосынсый жасау. Сегізіншісі, кешірімді болу. Тоғызыншысы, өз қуанышы мен қайғыңды отбасымен бөлісу. Өмірлік мақсатты еске сақтаған. Осы кеңестерді ұстанған баланың болашағы зорлық-зомбылық өртері. Әрине, қазіргі таңдағы жағдайдың нашарлауы да осыған қатты әсер етуде. Сонымен қатар, тәрбие саласына да аса мән беру бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып табылады.